Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздермен бар болғаны 15-20 секунд қана уақытты алатын түрлі жеміс-жидектер керек, мята керек демей-ақ екі ғана заттан жасалынатын лимонадтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Арнама тіркеліп, соңына дейін көріңізді сұраймын. Осындай страуберри деген және Қазақстанда жасалынған, құрамы таза, ешқандай бояусыз жасалынған, көріп тұрғандарыңыздай Қазақстанда жасалынған осы бір сироппен жасалу жолын көрсететін боламын. Енді мен үйде лимон бар болған соң лимонды қостым. Негізінде лимонсыз да жасауға болады. Міне мұз бөліктерін салып және сиробымызды қойып, үстінен сарыағашты құя саласыздар. Бар болғаны 10-20 секунд қана уақыттарыңызды алады. Маған мята керек, маған жаңағыдай құлпынай керек, түрлі жидектер керек демей-ақ, осы сироп пен сарыағашты араластырып қоссаңыздар болғаны. Менде лимон болған соң қоса салдым. Әдемілік үшін басқа жидектерді қоссаңыздар да болады. Бір сиропты алып қойсаңыздар кемінде 2-3 аптаға жететін болады. Күнделікті жасап, осы ыстық күнде күнделікті жасап, шөліңізді басатын керемет сусындардың бірі. Және де қантсыз жасалынады. Күнделікті магазиндердің сусындарына қарағанда зиянсыз және бағасы да тиімді болып келеді. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.